Шымкентте су шаруашылығын жүйелендіріп отырған мекеме 200 мыңнан астам тұтынушыға қызмет көрсетеді. Бүгінде су құбырлары жаңартылып, су реттегіш құралдарының цифрландыру көрсеткіші 60%-ға жетіпті. Бұл туралы Су ресурстар маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бақылау кеңесінің төрағасы Анарбек Орман салада 2015-2017 жылдар аралығында жүргізілген жаңғырту жұмыстары бойынша өткен жиында мәлімдеді. Оған табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау жөніндегі қалалық департаменті өкілдері мен мәслихат депутаттары қатысты. Қазіргі таңда цифрландыру деңгейі 60% төңірегінде бірқатар жұмыстар жүргізілген, өздеріңіз көрдіңіздер. Мысалы үшін Шымкент қаласында 40 шақты судың режимін бақылау нүктелері жұмыс істейді. Ал бұның деңгейін біз 40-тан 120-ға шейін жеткізуіміз керек. Одан кейінгі мәселе мына пәтерлердегі өлшеуіш құралдарының жағдайы. Біз жалпы өлшеуіш құралдардың бәрін цифрландырып, әзір 60%-ға орындап, 40%-ны 2019 жыл бітіреміз деген ойымыз бар. Жалпы тұрғын үй қатынастарының және су кодексінің заңдарына сәйкес келешекте жөндеу жұмыстарынан кейін, болмаса жаңадан құрылған үйлер, көп қабатты үйлердегі пәтерлердің бәрін өлшеуіш құралдары цифрландыру болмаса, ол іске қосылмайтын заң қабылданды. Менімше, бұны осы алдымыздағы бір 3 жылдың ішінде біздің кәсіпорын толығымен цифрландыру мәселесini аяқтайды деген жоспарымыз бар. Инвестициялық бағдарламалардың арқасында тозығы жеткен құбырлар жаңартылып, оңды жұмыстар нәтижесінде тұрғындар 100% ауыз сумен қамтылып отыр. Шымкент аумағының кеңеюіне байланысты тіршілік нәрі тұтынушылардың қатары артуда. Ал 100 мыңнан астам жер үйлердің 10% ғана кәріз жүйесімен қамтамасыз етілген. 2019 жылы Самал Қайтпас елді мекендерінде 20 мыңға жуық абоненті кәріз жүйесімен қамту жоспарланған. Осы ретте қала тұрғындарымен WhatsApp, электронды пошта арқылы тығыз байланыс орнатылған. Сонымен қатар ұңғымаларда цифрлық технологиялардың негізінде шығын өлшегіштер мен ультрадыбысты шығын өлшегіштер орнатылды. Бұл су құбыры жүйесінде су шығынының нақты есебін жүргізуге мүмкіндік береді. Жиын барысында сұрақтарға да жауап берілді. Халықтың қамышын осындай таза су мәселесімен көп жұмыстар атқарыпсыздар. Енді өзіңіз айтқандай, осы біздің сол тұрып жатқан Павлова 4 үйі осыдан 50 жыл бұрын салынған. Үнемі сол жерде проблема, подвал өте жаңағы сырость трубаларын шіргеннен сол жерге жаңағы иістен кіру мүмкін емес подвалға. Маса толған, сол халықтың денсаулығы үшін біз барлық қолдан келген жағдай жасаймыз деп жатырсыздар. Сол мәселе қаралса екен. Трубаларды ауыстыру керек. Канализация трубасы, жаңағы таза судың трубалары әбден тозығы жеткен. Үйдің іші, оның жертөлесі түгелей сіздердің меншіктеріңізде. Біздің меншігімізге қарамайды. Бірақ та ол тек сіздердікі, сіздер шешіп алыңыздар дегеннен аулақпыз. Біздің мамандар сіздермен қарайды. Жаңа ғана айтып кеттім, 1800 үйдің 600 көпқабатты үйлердің канализация және су жүйелеріне жаңалап, реттеп, біз тәртіпке келтірдік. Оны келісім шартқа тұрамыз, 1 жылға несие береміз, 1 жылдың ішінде соларны кеткен шығындарды сіздер жөндеу жұмыстарына толығымен төлейтін болсаңыз, арнайы келісімшартқа тұрып, сізге жәрдем беруге біз дайынбыз. Суды өндіру және тасымалдау процесінің диспетчерлік қызметі де толықтай автоматтандырылған жүйеге өткен. Интернет браузердің көмегімен мамандар су қысымының көрсеткіші арқылы қаланың су құбыр жүйелерінің негізі тораптарындағы қысым деңгейін тәулік бойы бақылап отырады. Осының нәтижесінде тұрақты сумен жабдықтау және су құбыры желілерінің апатты жағдайын анықтап, тиісті жұмыстар атқарылады. Қазіргі таңда кәсіпорын 100-ге жуық құдықтан су тартады. Олар заманауи технологияға сәйкес 60%-ға жаңартылған. Соның әсерінен электр энергиясы 30%-ға дейін үнемдеуге қол жеткізілді. Тұтынушылардың 71%-і қала тұрғындары. Олар ауыз су және кәріз жүйесі үшін жан басына шаққанда шамамен 213 теңге ақы төлейді. Мемлекет басшысының 2018 жылдың 5 қарашасында еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуының өзекті мәселелеріне және қазақстандықтардың әл-ауқатын одан әрі жақсартуға арналған жолдауын іске асыру мақсатында серіктестік мамандары тұтынушыларды
ауыз суды барынша үнемдеп пайдалануға шақырады.